Алдағы кезеңде түркі әлемінің ғасыры жасауға барлық күшімізді салып жұмыс жасаймыз деп Режеп Тайып Ердоған Қырғызстан сапары барысында айтқан болатын. Режеп Тайып Ердоғанның Қырғызстанға сапары Түркия Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында өте қатты насихатталды. Ірі бақ беттерінде түрк елдері болаттай бір жұдырық болды. Түркі мемлекеттер ұйымы күшейіп келеді. Түріктер бірігуде, ортақ әліпби, ортақ ақша, ортақ әскер. Дұшпанның қорыққан түсі шындыққа айналуда деп жаңалықтар таратты. Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған Қырғызстан сапарында Қырғызстан Республикасының президенті Жапаровпен ортақ баспасөз маслихатын өткізді. Артынша Қырғыз-Түрік Манас университетінің ашылу салтанатына қатысып сөз сөйледі. Бішкек Қырғыз-Түрік Манас мемлекеттік ауруханасының тұсауын кесті. Ертесіне Түрік мемлекеттер ұйымының 11-ші саммитінде сөз сөйледі. Назарларыңызға Режеп Тайып Ердоғанның сөйлеген сөзін ұсынамын. Шын жүректен, құрметпен, махаббатпен сәлем жолдаймын. Түркі мемлекеттері ұйымының 11-ші саммитінің ата жұртымыз Бішкекте өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Ағымдағы мерзімде төрағалық еткен Қазақстанның президенті, қымбатты бауырым құрметті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қосқан үлесі үшін алғысымды білдіремін. Қымбатты бауырым құрметті Жапаровке шынайы қонақжайлығы үшін рахмет айтамын. Жаңа кезеңде сәттілік тілеймін. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum. Өткен айда біз елдер арасында нығайып, ортақ болашақ құруды мақсат еткен ұйымымыздың құрылғанына 15 жыл толуын атап өттік. Осы мерейтойға арнайы түрік әлемі өсірген пікір адамы Исмаил Гаспралының тілде, ойда, істе бірлік ұраны жазылған естелік теңгені сіздерге сыйға тартатыныма қуаныштымын. Sizlere takdim etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle Осы орайда Гаспралы Исмаил бейді және саналы ғұмырын түрік әлемінің бірлігі, тыныштығы мен бауырластығы үшін арнаған барша зиялылар мен саясаткерлерді мейіріммен еске аламын. Саммиттің күллі түрік әлем үшін пайдалы болып, әріптестік пен ынтымақтастықты одан әрі нығайта түсуін Алладан тілеймін. Біздің ұйым шүкір Еуразия аймағында және одан тыс жерлерде тұрақтылық пен өркендеу ахуалын нығайта түсетін үлгілі алаңға айналды. Түркияның маңызды зиялыларының бірі профессор доктор Али Фуат Башкил жетістікке жету үшін алдымен ерік жігер керек деген. Алланың қалауымен түрік әлемінің мәңгілік болуы үшін күшті ерік жігер осы үстелдің айналасындағы достарымның барлығында бар. Алла қаласа, көңіл мен мұрат бірлігінде жұмыс жасай отырып, біз ұйымды одан әрі ілгеріге жылжытамыз. Қымбатты бауырларым, оңтүстік Кавказдағы 30 жылға созылған қақтығыстар мен тұрақсыздықтан кейін бейбітшілік пен тұрақтылыққа есік ашылды. Жан Азербайжанның отан үшін соғыста шейіттерін құрбан ету арқылы қол жеткізген тарихи жетістіктерін тез арада бейбіт келісімге қол қою арқылы нығайтады деп үміттенеміз және тілейміз. Халықаралық қауымдасып басып алынған Палестина жерлерінде, әсіресе Газада болып жатқан геноцидті тоқтатуға келгенде сынақтан нашар өтті. Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға жауапты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тіпті жиналып болсын шешім қабылдай алмай отыр. Дәлірек айтсақ, оны қабылдағысы да келмейді.
Нетаньяху үкіметінің нәсілшіл санасы Газадағы зұлымдықтардың көлеңкесінде батыс жағалаудағы палестиналықтарды ығыстырып, бірінші құбыламыз Әл-Ақса мешітінің мәртебесін өзгертуді көздеп отыр. Израильдің қан мен көз жасын бүкіл аймаққа төгу мақсатын Ливан мен Иранға жасаған шабуылдарынан да көріп отырмыз. Өткен жылы Ливанда қайтыс болғандар саны 3000-ға жақындады. Қазірдің өзінде босқындардың саны 1,5 миллионнан асты. Газадағы шабуылдарда 50 мыңға жуық жазықсыз бауырларымыз қаза тапты. Түркия ретінде біз бұл қатыгездікті, адамгершілікке жатпайтын қырғынды қабылдамаймыз. Біз Израильді тоқтату және 1967 жылғы шекаралар шеңберінде астанасы Шығыс Құддыс болатын Палестина мемлекетіне негізделген тұрақты бейбітшілік орнату үшін екі жақты және көп жақты платформаларда бар күшімізді саламыз. Түрік әлемі де табанды ұстанымда болу керек деп ойлаймын. Солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Ерсін Татарды Шушадан кейін Бішкекте көргеніме ерекше қуаныштымын. Кипр мәселесінде аралдағы фактілерге сүйене отырып, әділ және тұрақты шешімге қол жеткізу үшін түрік әлемінің де маңызды жауапкершіліктері бар. Біз кипрлік түріктердің заңды ісін неғұрлым көбірек қабылдап, олармен ынтымақ танытсақ, соғұрлым өз бірлігіміз бен ынтымағымызды күшейтеміз. Солтүстік Кипр Түрік Республикасының ұйымымыздың бүгінгі саммитіне құрметті қонақ және бақылаушы мүше ретінде қатысуы түрік әлемі ретінде Кипр түріктерімен ынтымақтасудағы ерік-жігеріміздің көрінісі. Олар тез арада толыққанды мүше ретінде арамызда өз орындарын алады деп сенеміз. Сондай-ақ бақылаушы мүше Түркменстанды отбасылық кеңесіміздің толыққанды мүшесі ретінде көргіміз келетінін тағы бір рет ерекше атап өткім келеді. Қымбатты бауырларым, 3-ші жылын аяқтағалы жатқан Украина соғысы аймаққа кері әсерін тигізуде. Біз соғыс басталған сәттен бері екі жақтың да үстел басында отыратын келіссөздер процесін және одан кейін де тұрақты әділ бейбітшілікке қол жеткізуді қолдап келеміз. Түрік мемлекеттері ретінде бейбітшілік орнату жолындағы дипломатиялық күш-жігерді қолдау біз үшін өте маңызды деп есептеймін. Сондай-ақ біз аймақтың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін Ауғанстандағы оқиғалардан бөлек қарастырмаймыз. Әрдайым айтып жүргеніміздей, біз ауған бауырларымыздың жанындамыз. Дегенмен, егер уақытша әкімшілік инклюзивті және негізгі адам құқықтарына негізделген көзқарасты қабылдаса, олар үшін жаңа есіктер ашылатынына сенемін. Құрметті бауырларым, 175 миллионға жеткен жас және серпінді халқы бар, 1,2 триллион доллардан асатын сауда көлемі мен үлкен серпілістерге қол жеткізу үшін ынтымақтастықтың берік негізі болып табылады. Сауда экономика, сондай-ақ ғылым, энергетика және көлік сияқты салалардағы әлеуетімізді ашатын зерттеулер жүргізу біз үшін тиімді болар еді. 2040 жылға дейінгі миссиямыздың элементтерінің бірі болып табылатын цифрлық экономика серіктестігі туралы келісім бойынша келіссөздердің аяқталғанына қуаныштымын. Сонымен қатар өткен жылы біз іске қосқан Түрік инвестициялық қоры жақын арада қолданысқа беріліп, жобаларымызға қолдау көрсететініне сенімдімін.
enerji Bir ғана konusunda қуат көзіне tek bir тәуелділікті азайту kaynağa арқылы bağımlılığımızı жаңартылатын azaltarak энергияға көбірек yenilenebilir инвестиция салу enerjiye мақсатында daha fazla ынтымақтастығымызды yatırım yapma жандандырайық. hedefiyle işbirliğimizi yoğunlaştıralım. Ulaştırma bağlamında Тасымалдау контекстінде ортақ дәліз жобамыз ұсынатын бірегей мүмкіндіктерді пайдаланайық. yararlanalım. Türk Akademisi Түрік академиясы мен түрік тілі қауымдастығының өткен қыркүйек айында Бакуде ортақ әліпби комиссиясы отырысында ортақ түрік әліпби жобасы бойынша келісімге келуі тарихи қадам болды. Komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Ortak alfabemiz Ортақ әліпбиіміз, ортақ тағдырымыздың, ортақ болашағымыздың және болашаққа бірге қадам басатынымыздың белгісі. adım atma irademizin de nişanesidir. Bu alandaki çabalarımızı Осы саладағы күш-жігерімізді арттыра отырып, Алла қаласа, арамыздағы барлық кедергілерді жойып, түркі әлемінің тарихи құшағына мөр басамыз деп үміттенеміз. kucaklaşmasına imza atacağız. Bu vesileyle Осы орайда 2022 жылы ақсақалдардың келісуімен басталған ортақ тілді дамыту мақсатында ортақ әліпби жасау жұмыстары 2024 жылдың қыркүйегінде аяқталды. ortak alfabe oluşturulması çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harften oluşan 34 әріптен тұратын ортақ әліпби келісілді. mutabık kalındı. Bundan sonra Бұдан былай мүше елдер осы әліпбиге негізделген қажетті трансформацияны жасау керек. gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye, Azerbaycan ve Түркия, Әзербайжан және Солтүстік Кипр Республикасы бұл мәселеге дайын. Kırgızistan, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінің жаңа әліпбиге көшу туралы бастама көтергені дұрыс болар еді. başlatması isabetli olacaktır. Түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер арасындағы сауданы дамыту және орталық дәлізді тиімді пайдалану үшін Әзербайжан президенті Шуша жиналысында арнайы өкілді тағайындауға бір ұсыныс жасады. Yönünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa zirvesinde bir teklif sundu. Bu görev için Осы тапсырманы орындау үшін bizim de атымызды арнайы дайындағанымызды ұсынып білдіргім келеді. hazırladığımızı sunmak istiyorum, ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Қымбатты бауырларым, түркі әлемінің 2040 жылға дейінгі миссиясы мен алға қойған мақсаттарға жету үшін bugün burada alacağımız бүгін қабылдайтын шешімдері олардың арасындағы мұрат бірлігінің жеткен ілгері деңгейін бүкіл әлемге тағы бір рет bir kez daha дәлелдейді деп шын ispatlayacağına жүректен сенемін. gönülden inanıyorum. Burada şu noktaya Осы орайда сіздердің мына жерге ерекше назарларыңызды аударғым келеді. Марқұм ақындарымыздың бір сөзіндегі сену, қадам жетпейтін жерге қанатыңмен өрмелеу. tırmanmaktır. Evet, bizler Иә, біз жаяу жүріп, кедергілерден өтіп, қиындықтарға кезігіп, қажет кезде қанат қағып өрмелеп осы күнге жеттік. kanatlarımızla tırmanarak geldik. Ancak Дегенмен алдымызда әлі де өте маңызды ciddi bir қашықтық бар. mesafe var. İnşallah önümüzdeki dönem Иншалла алдағы кезеңді бәріміз бірге түрік әлемінің ғасыр ету үшін бар күшімізбен жұмысты жалғастырамыз деп сенеміз. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Алла жолымызды жақсылыққа ашсын деп тілеймін. Сөзімді осы ойлармен аяқтай отырып, құрметті бауырым Қырғызстан президенті Жапаров мырзаға жылы қонақжайлығы үшін рахмет айтамын. Şükranlarımı sunuyorum. Қырғызстанның кезекті төрағалығы ұйымымыз үшін пайдалы болады деп үміттенемін және баршаңызға құрметпен сәлем жолдаймын. Rahmet. Урматтуу Эрдоган мырза, биздин уюмдун ишенимдүү өнүгүшүнө түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты чыңдоого багытталган акыл насааттарыңыз үчүн сизге